Ел боламын десең бесігіңді түзе деген ғибратты сөз бекер айтылмаса керек. Себебі мықты мемлекет болып қалыптасу үшін ең алдымен болашақ кілтін уыстарында ұстаған ұрпақ тәрбиесіне жіті көңіл бөлген жөн. Өскелең ұрпақты ұлтжандылыққа, отан сүйгіштікке баулу, тарихын, мәдениетін, салт дәстүрін терең меңгеруге, ана тілін құрметтеуге үйрету мақсатында Азизжан балабақшасында ұлттық құндылық негізі балабақшада атты аудандық семинар ұйымдастырылды. Аталған шараға өңіріміздегі іргелі бөбекжайлардың өкілдері қатысты. Бұл семинарда негізі балалардың тәрбиесі, ұлттық құндылықты үйретіп көрсету, негізгі дәстүрлерімізді, салт дәстүрлерді, негізгі ата-бабамыздан қалып келе жатқан осы ұлттық құндылықты жоғалтпау үшін, патриот балаларды шығару үшін сондай мақсатта семинар өткізіп жатырмыз. Бұл семинарға ауданнан 17 балабақшаны шақырып, тәрбиешілер өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп отыр. Балабақшам ең таза білім ордам, артқан ата-баба даналығын. Баланың тәлім мен тәрбиеге сусындар алғашқы қоғамдық орны балабақша. Осы ретте бөбектер мекеніндегі білім мен тағылымның маңызы аса зор деуге болады. Әсіресе ұлттық болмысты, діл мен тілді, төл мәдениеті мен өзіндік ерекшеліктерімізді сәбилердің бойына сіңіруде бөбекжайлардың орны бір төбе. Біз бүгінгі ұрпағымызды ата-бабамыздан қалған бай мұрамыз, салт дәстүрлеріміз бен мәдени құндылықтарымызбен таныстыруымыз керек. Біздің бүгінгі балабақшамыздағы өтіп жатқан семинарымыздың тақырыбы ұлттық құндылық негізі балабақшада. Яғни бала тәрбиесі барлығы балабақшадан басталады. Аталған семинарда да осы тақырыптар таразы басына түсіп, салт дәстүр, әдет ғұрып, қазақы ғұмыр кешу үрдісі, патриоттық сезім мен ұлт мүддесін жоғары қою секілді бағыттарда жұмыстар ұйымдастырылды. Балабақша тәрбиешілері өз сабақтарының артықшылықтары мен ерекшеліктерін көрсетіп, ою құрастыру, асық ойыны, қол футбол ойыны, жыл мезгілдерін талдау, шаттық шеңбері деген тақырыптарда өз шеберліктерін насихаттады. Шараға қатысушылар өздеріне қажетті дүниелерді түртіп алып, тәжірибе алмасу, біліктілікті жоғарылатуға семинардың септігі молынан тигенін жеткізуде. Бүгінгі семинардан алған әсеріміз көп. Тәрбиешілерге, ұжымына, меңгерушіне көп рахмет айтам. Бұндағы шебер сыныптан көрсетілген жаңағы шидан тоқыған кілемшелер ұнады маған. Өз балабақшама, шағын орталығыма соны игерсем деп ойлаймын. Содан кейін құрақ балалардың ұсақ қол моторикасын дамытатын өте керемет ұйымдастырыпты қыздар. Жұмыстары жемісті болсын, балалары тек болашақта бір жақсы азаматшалар болсын. Алдағы уақытта да өңірімізде осындай жиындар жалауын желбіретіп, бүлдіршіндердің болашағы үшін жұмыстар ұйымдастырыла бермек.